Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай қайнатпай свежий етіп жасалатын аджиганың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Бұл өте қыстың күні таптырмас, тәбетті ашатын сондай дәмді аджига. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге керекті 2 және 3 килограммдай қызанақ. Осы қызанағымызды жақсылап жуып тазалап алып, турап блендерден өткізетін боламыз. Ал ендігіде бізге ащы осындай 3 штук болгар бұрышы керек. Егер ащыны ұнатпайтын болсаңыздар, салмасаңыздар да болады. Бұны да жаңағындай блендерден жақсылап езіп алып өткізетін боламыз. Ал енді бізге 4 головка чеснок. Чесногын көбірек етіп салсаңыздар, аджигаларыңыздың дәмі ерекше дәмді болады. Егер де асқазаны ауыратын жандар болса, чесногын аздау етіп салсаңыздар болады. Бұны да блендерден өткізіп, езіп, жақсылап помидорымызға араластыратын боламыз. Ал өздеріңіз байқап тұрғандай, мен бұған тәтті болгар бұрышын салмаймын. Өйткені аджигамыздың дәмін тез ашытып жібереді. Сондықтан да тәтті бұрыштың салудың қажеті жоқ. Чесногымызды және де дәміне қарай тұзымызды саламыз да, бұны жақсылап тұзын езілгенше араластырамыз. Үстін тұз салудың қажеті жоқ. Бірінші салған тұздарыңызды жақсылап араластырып, дәмі келгенше қараңыздар. Ал егер де тұзы кем болса, тағы да саласыздар. Осылайша етіп, бұл қайнатылмағандықтан бұны жақсылап араластыру керек. Енді мен осындай қара домалақ бұрыштан пайдаланамын. Бұл бұрыш аджигамыздың иісін және дәмін ерекше келтіреді. Бұл бұрышымызды мен арнайы осындай блендермен және де үйде кофемолкамен де осылайша етіп езіп алыңыздар. Егер де үйде кофемолка болмаса, қатты үйде қандай зат бар, соменен жақсылап талқандап ұрып езіп салсаңыздар болады. Келесіде аспириннің таблеткісінен 3 штук саламыз, осылайша езіп, және барлығын араластырып, жақсылап араластырып, баклажкаға құйып, бұны холодильникте және морозильникте сақтайтын боламыз. Қыстың күні таптырмас, тәбетті ашатын аджига. Осылайша етіп менің рецептіммен жасасаңыздар, сіздерге міндетті түрде ұнайды. Және әрбір осы жасаған рецептлерім сіздерге ұнаса, лайктарыңызды басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет. Мені осы көріп, қолдап отырған жандарға алдағы уақытта көптеген рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын.